Қайықтар бұл су бетінде жүзуге арналған ең көне және алуан түрлі көлік құралдарының бірі. Олардың қолданылу аясы мен құрылымына қарай бірнеше негізгі түрге бөлуге болады. Балық аулау қайықтары тұрақтылығымен және балық жабдықтарын сақтауға арналған арнайы бөлімдерімен ерекшеленеді. Спорттық қайықтар, байдарка, каноэ, су спортымен айналысуға, ескек есу жарыстарына арналған. Катерлер мен яхталар, демалысқа, круиздерге және жайлы саяхаттарға арналған ірі су көліктері. Қайық таңдағанда неге назар аудару керек? Сыйымдылығы, қайыққа неше адам мінетінін алдын ала анықтау маңызды. Жүк көтергіштігі тек адамдар емес, құрал-саймандардың да салмағы ескерілуі тиіс. Қауіпсіздік, құтқару кеудешелері мен қауіпсіздік белдіктерінің болуы басты талап. Ағаш қайықтар, дәстүрлі стильді қалайтындар үшін таптырмас нәрсе, бірақ ерекше күтімді қажет етеді. Үрлемелі қайықтар, жеңіл, тасымалдауға ыңғайлы. Көбіне балықшылар мен туристер арасында танымал. Металл, алюминий қайықтар өте берік және ұзақ уақыт қызмет етеді. Тасты немесе таяз өзендерде жүзуге қолайлы. Пластик, шыны талшықты, жеңіл әрі заманауи дизайнды қажет ететін катерлер мен яхталарда жиі кездеседі. Сонымен қатар қазіргі заманғы қайықтар тек көлік құралы ғана емес, сонымен қатар гидродинамика мен жаңа технологиялардың тоғысқан жері болып табылады. Бұл олардың су бетіндегі тұрақтылығы мен жылдамдығын арттыруға мүмкіндік береді.